дейінгі Алашорда қайраткерлерінің ғылымға қосқан үлесі жайлы жариялаған алғашқы сериямызда 20 ғасырдың 20 жылдары Ахмет Байтұрсынұлының дәуірі орнағанын айтқанбыз. Ахмет сол дәуірдің оқымысты зиялыларымен ақылдасып, әр салада ғылыми еңбек жазуды қолға алған еді. Солардың ішінде жазушы Жүсіпбек Аймауытовке психология ғылымы бұйырды. Біреу білер, біреу білмес. Жүсіпбек Аймауытов қазақ топырағында тұңғыш болып, ұлттық психология ғылымының негізін қалаған, төлтума еңбек жазған адам болды. Ол 1926 жылы психология атты 400 беттен тұратын көлемді еңбек жазып баспадан шығарды. Бұл еңбек қазақ даласында еуропалық жантану ілімінің сілемін әкелген тұңғыш еңбек болып саналады. Бір жағынан ғылыми еңбек, екінші жағынан оқу құралы ретінде қолданылады. Еңбек негізінен 2 кітаптан тұрады. Біріншісі Ташкентте басылған психология кітабы болса, екіншісі Қызылордада жарық көрген жан жүйесі және өнер таңдау деген 80 беттік кітапша. Әрине, қазақ жерінде Жүсіпбек Аймауытовқа дейінде психология ғылымымен айналысқан зиялылар болған. Тебе пора узнать. Мәселен, мәшһүр Жүсіп Көпеев, Ғұмар Қараш, Шәкәрім Құдайбердіұлы да бұл салада бір шама еңбек қалдыра алды. Тіпті Шәкәрім атамызды психологияны қазақшалап, жан сыры деп атап, оған ерекше мән берген. Не прервется, и аватар перестанет существовать. Ал Жүсіпбек Аймауытов болса, психологияға жан жүйесі деп атау беріп, заманауи психологиялық ілімдерді зерделеген ғылыми еңбек жазды. Дәл осы ғылым кейін жантану ілімі деген атауға ие болып, бүгінгі күнге жетті. Тура мағынасын айтқанда психология адамның ішкі жан дүниесін зерттейтін ғылым. Ғалымдардың айтуынша, Жүсіпбек Аймауытов психология атты кітап ешқайда көшіріп не аударып жазбаған екен. Яғни, жылдар бойы психология ілімін зерделеп барып, қазақы дүниетанымы мен еуропалық ілімді сіңіріп, жаңаша бет-бейнемен халқына ұсынған. Бұл жағынан Жүсіпбек Аймауытовты зерттеуші ғалым деп тануға болады. Зерттеуші психология нені сөйлейді дейтін бірінші тарауында адамның жан дүниесін, мінез құлқын зерттеуді қалайша ұйымдастыруға болатынын тәптіштеп түсіндіреді. Адам психологиясын зерттеуді математиканы, оның вариациялық статистика дейтін саласын қолдануды да түсіндіріп жазып кеткен. Қазіргі психология ғалымдарының таңғалатыны да осы. Да как он это делает? Психология оқу құралында бір қызығы автордың сурет, кесте, сызба, спимограф, кимограф, камертон, эстезинометр сынды қолданбалы аспаптардың суретін беруге, адамның анатомиялық бөліктерінде суретін салып беруге көп мән берілген. 20 ғасырдың басында кітап басу ісі үшін бұл үлкен жаңалық. Жүсіпбек Аймауытов бүгінгі ғылыми психологияда қолданылып жүрген терминдердің алғашқы жүйесін жасап кеткен екен. Жан, рух, парасат, мінез құлық, әдет, рефлекс, жад, еліктеу, жүйке жүйесі, дене құбылысы, соқыр сезім, тегіне тарту, сезім, зерделі қылық, теріс қылық, ынта, мүдде, түйсік, қиял сынды сөздерді термин деңгейіне көтеріп, мағына сыйдырған. Жоғарыда айтқанымыздай, Жүсіпбек Аймауытов бұл еңбекті 20 ғасырдың 20 жылдарының ортасында жазған. Бұл кезде психология ғылымы түркі тілдес халықтарының бірінде болмаған. Жүсіпбек Аймауытов 1931 жылы репрессия ұшырағандықтан психология еңбегі көпке дейін белгісіз болып қалды. Жүсіпбек Аймауытов 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялылардың ішіндегі ең бірінші болып атылған тұлға. Осының кесірінен зерттеушінің қомақты еңбегі көлеңкеде қалып кетті. Орыс ғалымдары кейінгі жылдарға дейінде қазақ тілінде осындай көлемді ғылыми жағынан негізделген күрделі психология ғылымын жаңа деңгейге жеткізген еңбектің барына бір жағынан күмән келтіріп келген, екінші жағынан таңқалған көрінеді. Бұл жайлы педагогика ғылымдарының және психология ғылымдарының докторы профессор Құбығұл Жарықбаев былай дейді. 1989 жылы Мәскеуде психологтардың бүкіл одақтық соңғы 7-ші съезі болды. Қазақстандағы психология ғылымының жағдайы туралы баяндама жасадым. Сонда Жүсіпбек Аймауытовтың психологиядан бірнеше кітабы жазғанын айтқанда ғалымдар таңданумен болды. Мен оларға Әл-Фарабидің, Жүсіпбек Аймауытов пен Мағжан Жұмабаевтың психологиялық көзқарастарын айтқанымда құрылтайға қатысқан ғалымдар тіпті сене қоймай. Апырай, сендерде психология секілді күрделі ғылым осындай деңгейге жетті ме? Деп күдіктенгендер де аз болмады, деп жазады ғалым естелігінде. Ғалымның басты мақсаты Қазан төңкерісінен кейінгі жаңа заман жағдайында жастарға мамандықты дұрыс таңдай білуге жәрдемдесу.
Мамандық таңдауда Жүсіпбек Аймауытовтың айтқан мына бір ойына мән беріңізші. Мамандық жай күнелтудің жолы ғана емес, үлкен өнерде шеберлік ететін таңдау. Жұрттың бәрі комиссар болса, осыншама қызметтерді істеуші кім болмақ? Әлеумет тұрмысы оңдалу үшін, онымен бірге әр адамның тұрмысы түзелу үшін әр адамның қолынан келерлік, пайда берерлік іс істеу керек. Әр адамның қабілетінде ыңғайына қарай өз орнында қызмет етпесе, әлеуметке пайда орнына зиян келтіреді. Екінші, әр адам өз жолымен жүре алмай бөтен жолға түссе, оның бар таланты, озаттығы жарыққа шыға алмай жерге көміледі. Ондай адам өмірге разы да болмайды, деп кеңес береді. Дәл осы кеңесті қазір бәрі айтып жүр. Кез келген мотиватор мен инфобизнесменнің аузынан естуге болады. Ал соны Жүсіпбек атамыз өткен ғасырдағы жазып кеткен. Бір сөзбен айтқанда, Жүсіпбек Аймауытов қазақ ғылымына өлшеусіз үлес қосқан қайраткер. Алғашқы жантану психология ғылымдарының негізін қалап, ұлттық психологияны түркі халықтары мен тіпті славян халықтарынан бұрын қалыптастырып, үлкен ілім қалдырып кеткен жан. Ал енді ойлап көріңізші, егер Жүсіпбек Аймауытов 42 жасында репрессия ұшырап атылып кетпегенде, қазақ психология ғылымының қалай дамыр еді?